Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 6-шы сынып математикасының 1263 есебін шығаратын боламыз. Бізде теңдеулер жүйесі берілген. Екі айнымасы теңдеулер жүйесін қосу тәсілі арқылы шығару керек. Мынау В тобының кішкене орташа деңгейдегі балаларға арналған есебі. Жүйемізде екі айнымасы бар. X және Y деген екі айнымасы бар. Так, бізде бөлшек берілсе, бөлшектің бөліміндегі саннан құтылуымыз керек болады. Құтылуға тырысамыз. Яғни қараймыз, екеуі бірдей емес, екі түрлі сан. Демек, екеуінің ең кіші ортақ көбейткішіне көбейтіп жібереміз. Ең кіші ортақ көбейткіші екеуінде 6 деген сан. Мына екеуінде 30 деген сан. Яғни жазамыз. Нам барлық екі жағы 30-ға көбейтеміз. 30 көбейтілген 5-тен x минус 4y азайтылған, 30 көбейтілген 6-дан x минус 5y тең болады 0 көбейтілген 30. Астында бізде 6-ға көбейтіп жатырық. 6 көбейтілген 2 3x плюс y қосылған 6 көбейтілген 3x плюс 10y тең болады 2 көбейтілген 6. Енді қарайық. 30 бен бізде 5-іміз қысқарады, 6-ға қысқарады, асты 1 қалады. 30 бен 6-ымыз қысқарады, 5-ке қысқарады, 1 қалады. 0 мен 30 көбейтіліп 0 болады. Мұнда 6 мен 2-ім қысқарады, 3-ке, 6 мен 3-ім 2-ке қысқарады, астында 1 тұр. Қандай санды 1-ге бөлсек те, сол санның өзі шығады, сол үшін астында 1 қалса, біз оны тіпті жазбасақ та болады. Жақсы. Енді мынау 6 көбейтілген мынау деген сөз. Яғни 6 жақшаң ішінде көбейтілген мынау деген сөз. Және минус 5 көбейтілген алымы деген сөз. X минус 5y дегенде біз жақшаға аламыз. 0 мен 30-ды көбейтсек 0 шығады. 3 көбейтілген мынаны жақшаға аламыз алымын. Қосылған 2 көбейтілген жақшаға аламыз алымын. Және 2 мен 6-ны көбейтсек бізде 12 шығады. Енді біз не істейміз? Жақшаны ашамыз. Сыртындағы санды жақшаның ішіндегі сандарға жеке-жеке көбейтіп шығамыз. Маңыздысы жақшаның сыртындағы таңбаға қараймыз. Егер плюс таңба болса, онда жақшаның іші өзгермей сол қалпы ашылады. Минус таңба болса, жақшаның ішіндегі таңбам қарама-қарсы өзгереді, яғни минусым плюске айналады. Ал астындағы жақшамыз бізде сол қалпы ашыла береді. 6-ны x-ке көбейтем, 6x, 6-ны минус 4y-ге көбейтем, минус 24y. Минус 5-ті x-ке көбейтем, минус 5x, минус пен минус плюс береді. 5 пен 5y-іміз 25y болады, тең болады 0-ге. Так, мұнда да 3-ті 3x-ке көбейтем, 9x плюс 3y плюс 2x плюс 20y тең болады 12 болады. Енді қарайым, менде 2x бар, 2y бар. Мұнда да 2x бар, 2y бар. Bir сан бар, я. Демек, x-терімізді жинақтайым. 6x минус 5x дегенім менде x-ті береді. 6-дан 5 азайтсам 1 ғой. Так, минус 24 плюс 25 бізде азайтылады да, плюс таңбамен шығады. Себебі үлкен санның таңбасы плюс болыпты. Яғни 25-тен 24 азайтсам менде 1 қалады. Так, 9x плюс 2x бізде 11x болады. 3x плюс 20y менде плюс 23y болады. Тең болады 12. Енді қарайым, қосу тәсілімен орындау үшін мына жүйені де менде сандары x-тің алдындағы сандары да бірдей болу керек, бірақ таңбаларым қарама-қарсы болу керек. Мынаны мен үстін минус 11-ге көбейте аламын. Минус 11x пен 11x кетіп қалады, немесе минус 23-ке көбейте аламын. Минус 23 пен плюс 23y кетіп қалады. Жақсы, минус 11-ге көбейте берейін. Өз қалауларыңыз бойынша көбейтесіз. Минус 11x, минус 11y тең болады 0. 0-ге минус 11-ді өтсем 0 шығады. 11x плюс 23y тең болады 12. Енді қосу амалын орындай аламын. Так, минус 11 мен минус 11x кетіп қалады. Минус пен плюсім азайтылады да, үлкен санның таңбасы плюс шығады. 23-тен 11-ді азайтса, менде 12y шығады. Так, 0-ге 12 қоссам 12, яғни y тең болады. 12 мен y менде көбейтіліп тұр ғой. Демек, мына 12 мына жаққа бөлу болып барады. 12 бөлінген 12, яғни y-ім 1-ге тең. Y-ім 1-ге тең. Так, мына теңдеуге мен y-дің орнына 1 қойсам, x-імді таба аламын. Сонда 1-ді плюс 1-ді мынаққа жіберем, минус 1 болып бады. X тең минус 1, y тең болады 1. Жауабы менде минус 1 мен 1 шығады. Екінші жүйемізді шешейік.
Екіншемізде 4 пен 3 тұр екен бөлімінде. Одан құтылу үшін 12-ге көбейтем. Мұнда 14 пен 10 тұр екен. Так, одан көбейту үшін мен 140-қа көбейте аламын. Так, сонда 12-ні 4-ке көбейткенде менде 12 мен 4-ін қысқарып кетеді, 3 қалады. Жақшаның ішінде 7x плюс y жазам. 12 мен 3-ті қысқартсақ, яғни 12-ні 3-ке бөлсек 4 қалады. 4 жақшаның ішінде 13x минус y шығады. Және минус 4 көбейтілген 12. Минус 48, я. 140 пен 14 қысқарады да 10 қалады. X плюс 6y жақшаның ішінде қалады. 10 мен 140 қысқарып 14 қалады да x 8x минус 3y қалады. 0 мен 140 көбейтілсе, менде 0 шығады. Сонда жақшаның ішіне жеке-жеке көбейтіп шығамын 3-ті. Яғни 21x плюс 3y минус болса таңбам ауысады. Так, 4-ке 13-ті көбейтсем 40, 52. 52x плюс 4y тең болады минус 48. Келесі 10-ді көбейтсем 10x плюс 60y. Минус іші таңбамыз плюске айналып кетеді. Так, 14-ті 8-ге көбейтсем, 10-ды 8-ге көбейтсем 80, 4-ті 8-ге көбейтсем 32, значит 112 шығады, x плюс 10-ды 30-ға 3-ге көбейтсем 30, 4 3-ім 12, 42 шығады. Так, мұнда не істеймін? Жинақтайым. X пен X-ті жинақтайым, Y пен Y жинақтайым. Мұнда да X пен X жинақтайым, Y пен Y-ті жинақтайым. Яғни 21x минус 52. 21-ден азайтам 52-ні, үлкен сан таңбасы минус болғасы минуспен шығады. Так, 31 шығады, 31x. 3-ке 4-ті қоссам 7 шығады, 7y, тең болады минус 48. 10x пен минус 112x дейді, азайтылады, таңбамыз минус болады, минус 102x болады. Және 42-ке 60 қоссақ, бізде 102y шығады. Тең болады 0. Так, қарайын. Мен мұнақта 102 мен 102 бар, мына үстін барлығын мен 102-ге бөле сала алам. Яғни минус 102-ге бөлейін. Минус 102-ге бөлсем, менде мына 102 деген сандардан құтылам. Үстіндегі теңдеуді солай жазып алам. Астында менде минус таңбаға бөліп атқасын, таңбаларым қарама-қарсы болады. Мынау плюс болып кетеді. 102-ні 102-ге өсем, x 1 шығады, x-дің өзі шығады. Минус пен плюс менде минус береді, y шығады, тең болады 0. 0-ді 102-ге бөлсем, бәрібірде 0 шығады. Енді мынада мен көріп тұрмын, x бар, және минус y пен плюс y бар екен. Демек, мына астындағын мен тек 7-ге көбейте салайын. Сонда үстіндегі теңдеуді жазып қоямын да. Астында менде 7x минус 7y болады, тең 0. 0 мен 7-ні көбейтсем, бәрібір 0 шығады. Енді қосу тәсілін орындай алам. Минус пен плюс менде алынады, таңбамыз минус пен шығады. Минус 24x. Так, 7y пен минус 7y қысқарып кетеді, 0 болып, минус 48-ден 0-ді қоссаң, бәрібір минус 48 шығады. Так, енді x тең болады, минус 48, минус 24 пен x-ін көбейтіліп тұр, демек мына жаққа бөлу болып барады. Сонда минус пен минус менде плюс береді, 48-ді 24-ке бөлсем, менде 2 шығады. X-ім 2-ге тең. Енді қарай, мен астында теңдеуге, мына теңдеуге мен x-тің мәнін қоя салсам, менде y-ті тауып алам. 2 минус y тең 0, яғни минус y тең болады. 0 минус не болады? 2 болады, ол минус 2 береді. Минус y тең минус 2, y тең болады. Так, мұнда 2 жағы минус болғандан, мен минус 1-ді мына жаққа жіберсем, 2-ның өзі шығады. Яғни менде не шығып тұр? X-ім 2-ге және y-ім 2-ге тең. 2-де 2 шықты.